Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 30 наурызға арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Басталған жұмысты жалғастырып, жұмыс орнын тәртіпке келтіру керек. Стандартты емес шешімдер жетістікке жетуге мүмкіндік береді. Күнделікті міндеттерді асықпай орындауға қолайлы. Тым көп нәрсені жоспарламаңыз. Шамадан тыс физикалық және эмоционалдық стресс қазір сіз үшін қарсы жүреді. Осы уақытта кез келген тапсырманы жеңе аласыз. Сондықтан мүмкіндігінше әртүрлі нәрселерді жоспарлаңыз. Күшіңізді жақын адамыңызбен қарым-қатынасқа жұмсаңыз. Бұл уақыт жұмыстан гөрі ләззат алуға қолайлы. Сондықтан, егер сіз әлде қашан бірдеңе сатып алғыңыз келсе, біреумен танысқыңыз немесе бір жерге барғыңыз келсе, кейінге қалдырмаңыз. Осы күнге қалдырған нәрселеріңізді жоспарлауға тырысыңыз. Дауларды жылжытатын уақыт келді. Эмоцияларыңызды басқаруға тырысыңыз. Әйтпесе, жақын маңдағыларды ренжітуіңіз мүмкін. Барлығын жалғыз жасауға тырыспаңыз. Қазір сізге көмектесуге дайын адамдарды қызықтыратын уақыт келді. Сұраныс жасағанда максималды дипломатия мен әдептілік танытуға тырысыңыз. Сіз көптен бері армандаған істерді бастауға болады. Маңызды келіссөздер, құжаттарға қол қою бәрі жоғары деңгейде жасалуы керек. Махаббат мәселелерінің болашағы болуы мүмкін. Өзіңіз шеше алатын проблемаларға назар аударыңыз, ал қалғанына назар аудармаңыз. Сізге ұнамайтын адамдардан аулақ болыңыз және олармен сауда жасамаңыз. Бұл кезеңде ауыр емес деп айтуға болады. Белсенді болу арқылы жақсы нәтижелерге қол жеткізе аласыз. Егер сіз өз өміріңізді байланыстырғыңыз келетін адамды әлі кездестірмеген болсаңыз, одан бәрі жоғалған жоқ. Егер осы күні сіз тезірек шешкіңіз келген мәселелерді шешу мүмкін болса, ренжімеңіз. Бұл кезең күнделікті жұмыс үшін қолайлы. Сіз сырттан келетін көмекке сенбеуіңіз керек, өйткені нақты істерден гөрі өте көп болады. Осы уақытты белсенді демалыста, қызықты саяхатта өткізгеніңіз үшін немесе өзіңізді өнерге арнаңыз. Рас, ақша салуға қатысты заңды мәселелер еш қиындықсыз өтеді. Көп нәрсе сіздің қолыңызға түседі, ал ең перспективалы болып көрінетін нәрсені алу оңай болады. Қаржылық жағдайыңызды жақсартуға немесе мансап сатысына көтерілуге мүмкіндігіңіз бар. Наурыздың 30-ына арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».